Сәлеметсіздер ме? Сіздер менің каналымда корей тілін үйреніп жатқан болған болсаңыздар, бүгін біз келесі грамматикалық форманы өтеміз. Алдыңғы сабақта ида деген форманы өткен едік. Енді бүгін біз итта деген форманы өтеміз. Қазір мен кітапты көрсетейін. Алдыңғы сабақта осы тапсырманы берген болатынмын. Егер де орындаған болған болсаңыздар, осы жауабын қазір айтып өтемін. Мына жерде бізде бірінші сұрақ қойып тұр. Сондықтан бізде сұрақ қойылған кезде біз имника деген форманы қолданамыз. Сондықтан шеге имника бұл сағат па? Не, шеге имнида бұл сағат. Біз егер ресми және де ресми сыпайы түрін қолданып сұрақ қойған кезде сол формаға, сұрақ қойылған формаға солай жауап береміз. Енді шеге е요, не шиге요 деп жауап береміз. Міне осы екеуін жазсаңыздар, қайсысын жазсаңыздар, екеуі де дұрыс болады. Енді екінші мынау тапсырмада 무엇입니까? Бұл не? Жауабы 모자입니다. Бұл бас киім. 무엇이에요? 모자예요. Үшінші тапсырма. 가수입니까? Бұл әнші ма? Не, 가수입니다. Я, ол әнші. 가수예요? 네, 가수예요. 누구입니까? сұрақ қойылды. 선생님입니다. яғни бұл мұғалім. 누구예요? 선생님이에요. осындай екі форманың мына жерде енді сұрағы имника деп жазылғандықтан оған 선생님입니다 деген жауап қана дұрыс болады. Енді бүгінгі біз келесі сабағымызға өтейік. Бүгінгі біздің сабағымыз итта деген форма. Бұл итта деген менде бар, бір нәрсе менде бар деген кездегі соны қолданған кезде айтамыз. Және де мен мына жердемін деген, яғни бір орынды көрсетіп айтқан кезде, вот сол кезде осы грамматиканы қолданамыз. Және де бұл итта деген егер формуласы айтатын болсақ, мысалы бір зат есім мынандай жерде, яғни бір нәрсе жерде итта, яғни бұл адам немесе зат мынандай жерде орналасқан, яғни итта осы жерде тұр дейді. Немесе осындай жерде мына адам тұр десек те онда мағынасы өзгермейді. Просто бізде соңында етістік болу керек. Мына жерде формасы тұр ғой. Бір зат иға бір нәрсеге place at, яғни бір орында тұр деген сияқты. Енді бұл иттаның қарама-қарсы антонимі ол опта, яғни жоқ деген сөз. Бар, итта бар болса, но жоқ деген сөз. енді біз мысал келтірейік. 개가 의자 위에 있어요. Күшік ит үстелдің үстінде тұр. яғни бұл жерде 있어요, 어요 деген форманы бөліп тұрсыздар ғой. Немесе 개가 의자 위에 있습니다. яғни ит осы үстелдің үстінде тұр. Қай жерде тұр міне? 이가 міне 이가 의자 위에 қай жерде? үстелдің үстінде 있어요. яғни сол жерде тұр. 우리 집이 신촌에 있어요. біздің үй 신촌다 тұр. яғни тұр дейміз енді. 신촌다 деп айтамыз ғой бізде қазақтар. 우리 집이 신촌에 있습니다. 우리 집, яғни біздің үйіміз 신촌다. яғни біздің үйіміз Шымкентте деген сияқты солай. Шинчон деген сол қаланың бір жердің атауы. енді бұл жерде бір орынды көрсеткен кездегі 있어요ны қолдандық. Енді мына жерде 남자 친구가 있어요 дейді. Онда менің жігітім бар деген сөз. Мысалы, егер менің жігітім жоқ дейтін болса, онда 남자 친구가 없어요 дейді. 남자 친구가 있습니다. ресми түрі, ресми сыпайы түрі. яғни бұл жерде егер көріп тұрғандарыңыздай, итта деген форма ол бір жерде тұр, яғни бір жерде, яғни қай жерде екенін білдіру үшін қолданады. Ал екінші мағынасы ол менде бір нәрсе бар, мысалы менде ақша бар, менде телефон бар деген сияқты бір затты, немесе менде мысалы жігітім бар, менің мысалы күшігім бар деген сияқты, үй жануарым бар деген секілді қолданған кезде осыны қолданамыз. Енді осы енді біз 있어요 жаңағы орынға байланысты қолданған кезде біз енді сол орынға байланысты сөздерді білуіміз керекпіз ғой. енді осы жерде мынандай сөздер бар мына. Ап, алды, үй, арты, үй, үсті, ары, асты деген сияқты сондай сөздер. Мына йоп деген жаны, жанның өзі екі түрі бар. Мына орынчок деген оң жағы, ойынчок деген сол жағы, каунде, сай, осы сөздерді өздеріңізге жазып жаттап алыңыздар. Енді біз мына жерде
қарастырайық. Мына қызылмен белгіленген зат туралы біз айтамыз. Сол кезде компьютер가, яғни компьютер қай жерде? 어디에 있어요? қай жерде тұр? компьютер가 책상 위에 있어요. яғни мына форманы қолданған кезде компьютер가 책상 위에, яғни қай жерде? 책상 위에, үстелдің үстінде, 있어요. тұр. Одан кейін мына жерде бізде аяқ киім, 신발 туралы айтайық. 신발이 책상 아래 있어요. яғни аяқ киім үстелдің астында тұр. Мысалы, мен аяқ киім қайда деп тұрған кезде, 신발이 어디에 있어요 деген кезде осы сөзді қолданасыздар. Енді мына жерде 의자, яғни үстел, отыратын үстел туралы айтылып жатыр. Онда бұл қай жерде тұр екенін айтқан кезде 의자가 책상 앞에 있어요. Міне түсінгендеріңізде осылай бір заттың қай жерде тұрғанын білдіретін кезде, мына жерде тұр, мына жерде дегенді білдіретін кезде, онда біз осы 있어요 деген грамматикалық форманы қолданатын боламыз. Енді мына жерде айтып кететін нәрселер де бар. Мысалы, енді өздеріңіз үйде осылай әр сөзді қолданып, көбірек қолдана берсеңіздер болады. Мысалы, жаны дегенде 옆에 деп қойып, мына жағы десең сол жағы, мына жағы 오른쪽 деген оң жағы деп, сол ортасында тұр. Мысалы, мына екі заттың ортасында 사이에 있어요 дейді. мына 가운데 있어요. одан кейін ана ішінде 안에 있어요. мына сыртында, үйдің сыртында 밖에 있어요 деп осылай әр сөзге сөйлем құрап, дәптерге жазып қойсаңыздар болады. Енді мына жерде егер мен сіздерге сөйлемді құраңыздар дедім ғой, бірақ мен жерге қарамаппын, кітапта дайын бар екен. Мына 책상 위에 컴퓨터가 있어요. мына осы жерде тағы бір нәрсе. Мысалы, 컴퓨터가 책상 위에 있어요 десеңіздер де, 책상 위에 컴퓨터가 있어요 десеңіздер де мағынасы өзгермейді. мына екеуі бір-бірінің орнымен ауыса береді. енді екінші сөйлем мына жерде 책상 아래 구두가 있어요. мына жерде туфли деп беріліпті, мен енді 신발 деп айттым. жарайды, туфли, яғни партаның астында тұр дейді. 책상 앞에 의자가 있어요. үшінші сөйлем. төртінші сөйлем. 책상 뒤에 책장이 있어요. 책상 옆에 화분하고 옷걸이가 있어요. мына жерде мына екі затты білдірген кезде мына 하고 деген сөзді қолданып тұр. мына 화분 деген және де 옷걸이, яғни екі затты айтқан кезде 하고 деп жалғайсыздар. 책상 왼쪽에 화분이 있어요. біреуін ғана айтқан кезде 이 화분이. 책상 오른쪽에 мына оң жағында 옷걸이가 있어요 дейді. 옷걸이가 있어요. 화분과 옷걸이 사이에 책상이 있어요. мына қараңыздар. мына жерде гуа деген, яғни мынау мен мынаның ортасында парта тұр деп. 집 안에 강아지가 있어요. үйдің ішінде, мынаны қалдырып кеттік қой. 책상 가운데에 인형이 있어요. яғни үстелдің үстінде ойыншық тұр. 집 안에 강아지가 있어요. 집 밖에 고양이가 있어요 деп осылай әрбір сөйлемді өздеріңізге жазып оқып алыңыздар. енді біз жаңағы бір орыннан басқа бізде бар жоқ деген мағынаны да білдіреді. орыннан басқа бізде бар деген мағынаны да білдіреді дедік. 있어요 деген оның формуласы мынандай. и가 있다. яғни мысалы 돈이 있다, яғни ақшам бар, 휴대폰이 있다, телефоным бар деген сияқты. енді мына жерде мысалдар қарастырайық. 나는 언니가 있어요. 동생이 없어요. яғни менің әпкем бар, бірақ сіңлілерім жоқ. яғни жас, менен кішкентай сіңлілерім жоқ. 자전거가 있어요. 차가 없어요. жаңағы қарама-қарсы антоним 없다 деп айтқан едім ғой. 전 없어요. менде велосипед бар, машинам жоқ. Так, енді келесі. енді сөйлемдерде, яғни сұрақ қойып, осы мысалдар қарастырайық. айтады. 책이 어디에 있어요? яғни кітабыңыз қай жерде тұр? или кітап қай жерде тұр? 가방 안에 있어요. сумканың ішінде тұр.
екінші, 은행이 어디에 있어요? мысалы, сіз көшеде кетіп бара жатырсыз да, и сізге мысалы банкке бару керек. Сол кезде банк қай жерде деп сұрайсыз ғой, мысалы, жаңағы банк 학교 옆에 있어요. Ол айтады, мектептің жанында тұрады дейді. Көрдіңіздер ма? Міне қай жерде тұрғанын кез келген нәрсеге байланысты осы 있어요ны қолдансаңыздар болады. 한국 친구가 있어요. енді мына жерде уже екінші мағынасы қолданып тұр. Яғни сізде кореец досыңыз бар ма дейді, кореец досыңыз бар ма? Бар, жоқ деген мағынада. 네, 한국 친구가 있어요. 야, кореец досым бар дейді. енді компьютер가 있어요. компьютеріңіз бар ма сіздің дейді. Я бар дейді. компьютерім бар. яғни бүгінгі егерде қорытындылайтын болсақ, 있다, яғни 있어요 деген грамматикалық форманы, сөзді біз бірінші ол орынды, яғни мен мысалы мына жерде тұр деген сияқты нәрсені айтқан кезде қолданасыздар. Екінші, менің бір затым бар, сенің бір әпкем бар, ағам бар деген сияқты бар деген мағынаға қолданасыздар. Және де ол иттаны, яғни сол бар дегеннің қарама қарсысы, яғни антонимі ол жоқ, опта, опсойо мысалы. Менің әпкем жоқ, бірақ сіңілім бар дейтін болсаңыз, онда 언니가 없어요, 여동생이 있어요 деп ше. Осылай қолданып сөйлеп, мына жақта дайын сөйлемдерде бар екен, соның барлығын өздеріңізге жазып алыңыздар, және де сол сөйлемдерді сөйлеммен, сөзбен емес, сіздер сөйлеммен жаттап үйреніңіздер. Сол кезде сіздер сол сөздің сөйлемде қалай дұрыс пайдаланатынын үйренесіздер. Енді мына келесі кезекте мына тапсырманы орындап кетсеңіздер болады. Әр қашанда осылай тапсырманы сіздерге беріп, келесі видео сабақтың алдында мен сол тапсырманың жауабын айтатын боламын. Сонымен, егер де видеом сіздерге ұнаған болса, онда лайк басып, өздеріңіздің пікірлерін жазып берсеңіздер, онда көп-көп рахмет. Және де корейше үйреніп келе жатқан, қазақша түсінгісі келетін достарыңызға таратсаңыздар, көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.